Ассалаумалейкум бауырлар. Мына сулының сорпасын мен өзім ауырған кезде қалай іштім? Күні кешке дейін іше бердім. Қалай ішкім келді, шөлдедім бе іше бердім. Мынандай ыстықтай қайнап тұрған кезінде де іштім. Жылып қалған кезде де іштім, салқындап қалған кезде де іштім. Қалай ішесің дегенде, бұны қанша ішесің деген кезде, бұны күні кешке дейін қалай ішкім келді, солай іштім. Қазақтар қалай шайды ішеді, солай бұны ішіп жүрдім. Шайдың орнына да тамақпен араластырып та іштім. Ешқандай жаңағы ограничение жасаған жоқпын өзіме. Өйткені Гиппократтың айтқаны бар. Бұны бір ақылды сөздерді тыңдамаңыздар. Бұны қалай ішкілеріңіз келеді, қалай ішелесіздер, қалай жаңағы кашасын жиыласыздар, солай пайдаланыңыздар деп. Сол кісінің айтуы бойынша мен істедім. 2 аптаның ішінде менің жаңа ісіп кеткен бауырым жазылды. Ешқандай беспокоить еткен жоқ. Оның үстіне мен давлением де қайда кеткен жоқ болып кетті. Жүрегім ауыратын, жүрегім де жақсы өйтіп жаңа жиі ауырған қойды, шаншып тұрып ауыратын. Оны мынау жаңағы ұйықтап жатқанда бір ашты бірдеңе аузыңа келіп, сондай жиі болып тұратын. Ол да жоғалып кетті. Өнеген аяғым тұрысушы еді, ол да жоғалып кетті, Аллаға шүкір. Өнеген бір қызығы, менің салмағым 110 килограмм болдым, деді 93 па, сондай килограммға дейін түстім бір айдың ішінде. Енді бұның жаңағы почкам ауырды, мына белім кішкене ішкен кезде, кішкене былай сыздап. Өйткені мен уже түсіндім, что жаңағы құмдар шығып жатыр, мелкий тастар. Өйткені бұрын почкам ауырғанда мен аптекадан почечный чай алып ішкенде сондай эффекті болатын. Сол үшін мен спокойно іше бердім, ары қарай ол ауырғанына қарамай. Содан біраз күннен кейін ол да жазылды. Сөйтіп мен почкамда тазаланып, бауырларым да тазаланып, өтімде орнына келіп, кстати, менде өт жоқ. Өт жолы бәрі осыдан тазаланады. Бәрі жерде интернетке кіріп қарасаңыздар, шынымен көп адамдар бұны пайдаланады. Менің алдыңғы видеоларыма да елдер неше түрлі комментарийін жазып жатыр. Оның бәрі рас нәрсе. Соны оқып көріңіздер тағы да. Енді бұның аты сұлы. Сұлының сорпасы қазақша айтқанда. Аты бар овца шелухи деген осы. Овес шелухи деген. Интернетке кірген кезде де өзіңіздің қандай ауруыңыз бар, соны айтып, лечение, допустим, ауруыңызды овсом шелухи деп жазыңызшы, сол кезде сізге бола ма, болмай ма көресіз. Бірақ болмайды деп айтпаймын, пайдаланған адамдардың бәрі риза, бәріне көмектеседі. Бұл сусынның біздің бауырымызға қаншалықты пайдалы екенін өздеріңіз менің алдыңғы видеомдағы комментарийға қарап көздеріңіз жетіп жатқан шығар. Қосымша интернеттен де қарап көрсеңіздер болады. Бұл арасында да өте ғажап сусын. Мынаны қайнатып, біз жаңа сүзіп алып, ішкеннен кейін қалған сұлыны, мынау сұлы, қалған сұлыны сорпасымен қосып, осылай блендердің ыдысына құйып аламыз. Оған 1-2 тал чеснок қосамыз, сосын 1-2 тілім имбир қосамыз. Имбир қосамыз да, сосын бір тал мандаринді қосып жібереміз. Оның орнына бал қосуға да болады, бірақ маған мына мандариннің дәмі ұнайды. Өстіп, блендерден өткіземіз. Блендерден өткеннен кейін, осылай құйып, сүзіп аламыз. Осындай золотое молоко деген сүт шығады. Осы сұлының сүті. Басқа да шығарған түрлері болады, одан да керемет. Оны алдыңғы видеоларда көрсете жатармын. Міне кейіңіз. Қандай керемет сүт шықты, қараңыз. Енді бұған мандаринді қосқан себебім, мандаринның дәмі сондай болып тұрады. Оның үстіне мына мандарин қандай пайдалы екен мен алдыңғы видеоларда да көрсетіп айтқанмын. Қараңыздар, көріңіздер, бұның да пайдасы зор. Енді мына сұлының сүті туралы, неғыз сұлының сорпасы туралы алдыңғы видеода енді
мен жалпы айтып кеттім, бірақ бұны ғаламторға кіріп жақсылап қарасаңыздар, бұл енді ғажап нәрсе, керемет. Сіздің бауырыңызды от едой емдеп шығарады, Алла қаласа, өз басымнан өткен. Бауыр емделгеннен кейін өт жолы айбатталып жақсы жұмыс істейтін болады, өт қатпайтын, қоюланбайтын болады. Өт жақсы жұмыс істегеннен кейін сіздің ішіңіз қатпайтын болады. Іш қату болмағаннан кейін геморройда болмайтын болады. Оның үстіне бұл деген жаңағы көк бауырды панкреатит дейміз ғой, жаңағы ұйқы безін, соны өте керемет емдейді. Цирроз печени, гепатиттердің неше бір түрлерінен сіз аулақ боласыз, Алла қаласа. Оның үстіне почкаға да керемет пайдасы өте зор. Бұның енді зияны деген мүлде зиян айтылмайды жерде. Бұның енді пайдасы өте керемет. Алла қаласа, осымен дос болып жүрсеңіз, сіздің денсаулығыңыз өте керемет болады. Өнеген салмақ қосудан айырыласыз, арықтатады.